күн. Мен Жаксыкулова Маржанкүл Абилдакызы. Тамақтандыру индустриясы және сервис колледжінің арнайы пән оқытушысымын. Ұлттық тағамдар бұл халықтың рухани мұрасы. Сондықтан менің міндетім оны болашақ ұрпаққа оқыту мен шығармашылық арқылы сақтау және жеткізу. Тақырыппен таныстыратын болсам, бүгін мен ақлақ немесе ақмарқа қазақтың ұлттық тағамымен таныстырғым келеді. Бұл ұлттық тамақ тек сүтпен және кілегеймен жасалады. Ақлақ немесе ақмарқа тамағына тарихи анықтама беретін болсам, сүт өнімдері ежелден көшпелі қазақтардың өмірінде орталық орынға ие болған. Көшпелі өмір салтын ұстанған халық үшін сүт жай ғана азық-түлік емес, өмірдің, береке-бірліктің, берекенің нышаны болған. Қазақтарда мынадай сөз болған: сүт тіршіліктің нәрі, сүт тіршіліктің негізі, сүт тіршіліктің көзі. Мал шаруашылығы көшпенділердің негізгі кәсібі болғандықтан, сүт адамға қажеттінің бәрін берген. Қазақтар үшін сүт және оның туындылары мынаны білдірген: тазалық, молшылық және қонақжайлық. Қонақтарды сүт өнімдерімен қарсы алған бекер емес. Ақмарқа немесе ақлақ тағамының аспаздық маңызы. Ақлақ сүт пен кілегейден жасалады. Ежелден көшпенділердің тамақтануының негізін құраған сүт өнімдеріне негізделген қазақтың көне тағамы отбасындағы жайлылықты, жылулық пен берекені бейнеледі. Ол ерекше жағдайларда дайындалды және құрметті қонақтарға ұсынылды. Осылайша сүт өнімдері тек тамақ қана емес, сонымен бірге көшпенділердің дүниетанымын, олардың табиғатпен байланысын және өмір беретін маңыздылығын, малға деген құрметін бейнелейтін рухани мәдениеттің бір бөлігі болды. Пісіруді үйрену кезінде ақлақ немесе ақмарқа біз тек тағам дайындау технологиясын меңгеріп қана қоймаймыз. Біз қазақ халқының тарихи мен және салт дәстүріне тоқталып, ұлттық аспаздық мұраны құрметтеуге және оны болашақ ұрпаққа сақтау үшін үйренеміз. Ақлақ немесе ақмарқа тағамын жасау үшін 5 литр сүт және 100 грамм кілегей қажет. Электр плитасын қосамыз және 5 литр сүтті арнайы қазанға құямыз. Сөйтемізде 36 градусқа дейін жылытамыз. 36 градусқа жылытқан соң кілегейді алып құямыз. Кілегей құйылғаннан кейін плитаны өшіріп қоямыз және бұның суығанын күтеміз. 45 минут өткен соң тағы да плитаны қосып 38 градусқа дейін жылытамыз. Содан кейін барып тағы да өшіріп қоямыз да сүттің суығанын күтеміз. Келесі технологиялық үрдіс: 45 минут өткен соң кесеміз. Міне 38 градусқа шейін жылыттық. Енді плитамызды өшірсек болады. Посмотри, міне 38 градусқа шейін жеткіздік. Енді ақлақ пен сары суды құйып аламыз. Все. Ал енді дайын болған ақлағымызды салып, ал құрметті көрермен, ақлақ немесе ақмарқа тағамымыз дайын болды. Қазақтың салты бойынша қадірлі қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Дастарханға бидай, болмаса тары, тағы да басқа қант өнімдерін қоса отырып, қонақты күткенсеңіздер болады. Зейін қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.